Сәлем достар, бұл видеода небәрі 100 теңгеге бетіңіздегі безеулерді кетіретін техникамен бөлісетін боламын. Бұл әдіс үшін сізге салициловая кислота және борная кислота қажет болады. Бұларды кез келген аптекадан таба аласыздар. Ол үшін ватный дискінің көмегімен екеуімен бетіңізді кезек-кезек сүрту керек болады. Бастапқыда бетіңіз кішкене ашуы мүмкін. Бұл өнімдердің басты артықшылығы қабынуға қарсы әрекеті бар. Сонымен қатар, бетіңіздегі безеулермен күресу үшін басқа заттармен салыстырғанда тиімді және жылдам әсер етеді. Біздің бет терісіміздегі қара точкалар және безеулер ол бет терісіндегі майлардың артық жиналуымен және тері тесігінің ішіндегі өлі тері жасушаларынан пайда болады. Салициловая кислота мен борная кислота тері астына еніп, пайда болған майларды ерітеді. Осылайша, ол біздің ластанған пораларымызды тазалап, бет терісімізде жаңадан безеулердің шығуының алдын алады. Қолдануға болмайтын жағдайлар ол жүкті және емізулі әйелдерге және теріңізде қандай да бір ашық жара болған кезде бұл әдісті қолдануға болмайды. Және бастапқыда қолданар кезінде кішкене мөлшерін жағып көріп, кішкене күтіп, теріңіздің бұл заттарға аллергиясы жоқ па екен, соны тексеріп алыңыз. Және бұларды өте жиі қолдануға болмайды, себебі теріңізді тым құрғатып жіберуі мүмкін. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, видеоның сілтемесімен достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.